Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Мен бүгінгі тақырыпта өзімнің туып өскен ауылымның тарихы жайлы айтпақпын. Менің туып өскен жерім Ильичевка ауылы. Бұл ауыл соғыс аяқталғаннан кейін 1953 жылы жер игеру мақсатында құрылған болатын. Бұл ауылдың алғашқы тұрғындары орыс, украин, поляк халықтары болатын. Қазақ халқының даму мәдениеті орта болғандықтан және техника жүргізу, тың игеру мүмкіндігі болмады. Сондықтан шет елдерден даярланған арнайы мамандар жіберілген болатын. Олар ең бастап қоныстанған кезінде палатка, лашықтарда тұрған болатын. Ең басында 15 орыс, 7 украин арнайы маман келген болатын. Бұл тың игеру келуімен біздің ауылға Қызылту мен Байырғы Целиноградты байланыстыратын және Целиноград пен Ресейді байланыстыратын теміржол жолы біздің ауылдан өткізілген. Бұл теміржол салынуына арнайы мамандармен және жақын маңайдағы ауыл тұрғындары жұмылдырылған болатын. Тың игеру барысында ауылымыздың маңайынан бастапқыда 3600 гектар жер игерілген болатын. Жыл санап игеріле бастаған жердің көлемі арта бастады. Ең үздік көрсеткіш 12800 гектар жер 1976 жылы игерілді. Көбінесе ауылымызда дәнді дақылдар игерілген. Олардың қатарында бидай, ешмен, сұлы және шамалы түрде күнбағыс игерілген. Ауылымыз бірнеше жылдың ішінде солтүстік Қазақстан бойынша өте аумақты тың игерілген аймақтардың қатарына кірді. Тың игеруге көп үлес қосқан мамандарға еңбек ері атағы табысталды. Оның қатарында кеңес үкіметіне тигізген пайдасы үшін Александр Углянский, Федор Красовский, Айтмағамбет Боранбайұлы және Михаил Александрович социалистік еңбек ері атағымен табысталды. Ауылымызға дәнді дақылдарды сақтайтын ірі қоймалар салынып, және де нан шығаратын пекарня тұрғызылған. Қызықты мәліметке сүйенетін болсақ, көз көрген ауыл ақсақалдарының айтуынша, бидайдың көп өндірілгені сонша, қоймаларға сыймай, экспортқа жіберіп үлгермей, сыймаған далада уақытша шатыр жасап сақтаған. Сондай молшылық бір заман болған деп айтқандары есімде. Бастапқыда тың игеруге 5 трактор, 3 комбайн, 2 жеңіл техника және де 5 ЗИЛ транспорттары жөнелтілген. Сол уақыттарда комбайндарды ер адамдармен қатар әйел адамдарды игерген. Ауылымыздағы тың игеруші мамандардың басшысы, бұйрық берушісі Александр Улянский мырза болған. Сонымен қоса біздің көрші совхоз ауылдарда жылқы, қой малдары өсірілген болатын. Бұл заманда жүн сұраныста болғандықтан қойдың меринос түрі өсірілген. Совет үкіметі құлар уақытқа дейін біздің округ совхоздарында қойдың басы 30 мыңға дейін жеткен. Осындай тарихы бар үлкен өлкеде туылғаныма мен өте қуаныштымын. Әр ер азамат өзінің тарихын білуі парыз. Сіздермен болған мен Шүкен Ерболат Жанатұлы. Тұғыры биік тарихымызды ұмытпайық.